Армысыздар YouTube тыңдармандарым. Бүгін жаңа тақырыпта сүйші мені деген әңгіме айтып беретін боламын. Лайк басып қолдап отырыңыздар. Ауылдың ең шеткі көшесінде тал түбіндегі екі қабатты үйдің арасында ғана қоршау бар еді. Сол қоршаудың ар жағында Ерланның үйі, бұл жағында Айжанның әке-шешесі тұратын еді. Қазақтың қарапайым ауылында мұндай көршілік қашаннан бар. Бірақ Айжан үшін бұл қоршау әрі жақын, әрі алыс еді. Айжан 18-ге жаңа толған, қара торы, ұзын қара шашы беліне жететін. Көзі қарақаттай мөлдір қыз, бетінде күн сүйген қоңырлау рең бар. Бірақ сол рең оған ерекше бір жылылық берді. Ауыл қыздары ақ бет, сары шашты тек мақтанғанда, Айжан әрқашан іштей менің жүрегім қара торы болса да таза деп ойлайтын. Ал Ерлан көрші үйдің жалғыз ұлы, биік бойлы, иығы кең, қара шашын қысқа қып жүретін, күлімсірегенде жақ сүйегі айқын көрінетін жігіт. Ауылдағы қыздар оны Ерке Ерлан деп айтатын. Себебі ол еркін, сөзі аз, бірақ көзімен сөйлейтін. Айжанға сол кездер ең ауыр тиетін. Бәрі бала күннен басталған. Айжан 5-6 жасында Ерланның анасы Гүлзия: "Ой қарағым, сен менің келінім боласың ғой. Мына қара торы бетің, мына мөлдір көзің Ерланымның жары осы болады", деп жиі-жиі айтатын. Сол сөздер Айжанның жүрегіне оттай түсіп, күйіп кететін. Кейін Ерлан мектепке барғанда Айжан әрқашан арт жағынан қарап жүретін. Су тасығанда бірге жүгіретін, мал қайтарғанда бірге сөйлесетін. Бірақ Ерлан оған қарағанда тек "Әй қарындас" деп күлетін. Сол қарындас сөзі Айжанға ұнамайды. Бір күні жаздың ыстық түнінде Айжан ұйықтай алмады. Терезені ашып сыртқа қарады. Ерланның үйінің терезесінде жарық бар. Ол жігіттің бөлмесінде отырғанын білді. Айжанның жүрегі соғып, тынысы тарылып тұрды. Қолындағы телефонды алып бір хат жазды. "Ерлан, сен мені ұнатпайсың ба? Мен сені ұнатамын. Хатты ұнатамын." Бірақ жібермеді, өшіріп тастады. Көз жасын сүртті де жастығын бетіне басып жылады. Түні бойы сол жылаумен өтті. Таңертең ерте тұрып сиыр саууға шықты. Ерлан да сол кезде сыртқа шығып, қолында шелек, көздері түйісті. Айжанның жүрегі тағы дүрсілдеді. Ерлан күлімсіреп: "Қалайсың Айжан? Ұйқың қанбады ма? Көзің ісіп тұр ғой", деді. Айжан ештеңе айта алмады. Тек басын изеді де жылдам басып кетті. Артқа қараған жоқ. Бірақ іштей "Сенің даусыңды естіген сайын жүрегім өліп барады" деп ойлайды. Сол күні кешке Ерланның анасы тағы да келді. Қолында бір табақ бауырсақ. "Айжанжан, ауыз тиіңдер. Сенің қызындай көремін. Пысық қызсың". Өйткені ол білді, Ерлан оны ұнатпайды, ешқашан ұнатпайды. Бірақ жүрегі оған қарамастан әлі де үміт етіп тұрған көршілік махаббаты осылай басталды. Айжанның жүрегі енді бір ғана сөзбен өртенетін болды: Ерлан. Ол сөзді іштей қайталаған сайын кеудесі күйіп, тынысы тарылып, көзіне жас келетін. Бірақ сыртқа шыққанда бәрі басқаша көрінетін. Қарапайым ауыл қызы сиырын бағып, суын тасып, анасына көмектесіп. Қарапайым қыз күнде таңертең сиыр саууға шыққанда Ерланның үйінің алдынан өтетін. Кейде ол да сол уақытта сыртқа шығатын. Бірде шелегін алып мал қораға қарай беттеген. Айжан оны көргенде аяғы баяулап, жүрегі дүрсілдеп кетті. Бірақ Ерлан оған қарамайды да. Тек бір рет "Айжан, қалайсың?" деп кете барды. Сол үшін Айжан бір күнін күліп өткізді. Кешке үйге кіріп айна алдында тұрып, өзіне қарап: "Мен сені ұнатамын, Ерлан. Сен мені неге көрмейсің?" деді ол. Бір күні ауылдың шетіндегі өзен жағасында кездейсоқ кездесті. Ерлан балық аулап отыр екен.
Айжан су тасып бара жатты. Ерлан оны көріп: «Кел отыршы, сен суың ауыр ма?» деді. Айжанның қолы дірілдеп, шелегін жерге қойды. Жүрегі соншалықты қатты соғып тұрған Ерлан не істейді-ау деп қорықты. Ол жанына отырып өзенге қарады. Екеуі біраз үнсіз отырды. Айжанның ішінде мың сөз, бірақ ешқайсысын айта алмады. Ерлан күліп: «Неге сөйлемейсің? Әрқашан үнсізсің ғой сен», деді. Айжан басын көтеріп, оның көзіне қарады. Ол көздер қара, терең, бірақ суық. Айжанның даусы шықпай қалды. Тек: «Мен сөйлеуге ұялатын шығармын», деп әрең шығарды. Ерлан тағы күлді. «Ұялатын не бар? Сен жақсы қызсың ғой. Ауылда бәрі сені жақсы көреді», деді. Сол сөз Айжанды тағы да қуантты. «Бірақ сен емессің ғой, сен мені жақсы көрмейсің». Ол осы сөзді айтқысы келді, бірақ айта алмады.